Барлықтарыңызға сәлем. Мен Кайыргелдинова Назерке. Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті, Мұсахан Қанапиянов атындағы жоғары колледжінде қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығы бойынша білім алудамын. Бұл мамандық мен үшін жай ғана кәсіби таңдау ғана емес, өмірлік ұстаным. Себебі қазақ тілі мен әдебиеті рухани қазына, ұлттық болмыстың айнасы. Мектеп жасымнан бастап әдебиет әлеміне жақын болдым. Поэзия, көркем сөз, шығармашылық менің жанымның бір бөлшегіне айналды. Мен өзімді әртүрлі салада дамытудан жалыққан емеспін. Бойымда көшбасшылық қасиетім басым. Әрқашан алға ұмтылып, жауапкершілікті сезініп, айналама оң өзгеріс әкелуге тырысамын. Осы қасиеттерімнің арқасында колледж студенттерінің сеніміне ие болып, оқу ордамның президенті атандым. Бұл мен үшін тек мәртебе ғана емес, үлкен міндет. Болашақ қазақ тілі мен әдебиеті маманы ретінде ұлттық мәдениетті дәріптеуге үлес қосқым келеді. Осы мақсатта заманауи технологияларды пайдалана отырып, заманауи форматта қазақ тілі мен әдебиетін насихаттау үшін шебер сөз, авторлық шығармашылық алаңын құрып, оның ішінде QR-код арқылы әдебиет әлеміне ену атты авторлық жобамды әзірлеп, оны жүзеге асырудамын. Мектепте тәжірибе өту барысында бұл жобаны білім алушыларға қолданып көрдім. Бұл кодтарды сканерлеу арқылы білім алушылар, студенттер, оқырмандар қосымша ақпарат алып, тақырыпты тереңірек түсінуге мүмкіндік алады. Сондай-ақ әдеби подкаст клубын ашуды қолға алып, подкаст жобасы аясында жас ақындар, қаламгерлер қонақта болып, білім алушылардың, оқырмандардың әдебиетке деген қызығушылықтарын оятады. Менің жолым мұғалімдік. Бұл үлкен жауапкершілік. Үнемі ізденісте болу, білім беру, шәкірт тәрбиелеу. Әрбір шәкірт болашақтың шамшырағы. Мен сол шамшырақтың жануына өз үлесімді қосамын.